Ассалаумағалейкум бауырлар. Бізде бүгінде Mercedes E320 автокөлігі. Осы көлікке диагностика жасап көреміз. Бұл көліктің бір ерекшелігі стандарт автосканер жалғану орны болмайды. Сондықтан осындай міне адаптер алып қосымша қолдану керек болады. Бұл адаптерлер екі түрі бар, 16 пин және 32 пин. Бізде 32 пин дәл қазіргі жағдайда жалғанып тұрған. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Келесі мәселе карсканер бағдарламасы арқылы Mercedes-Benz автокөлігінің компьютеріне жалғану ұялы телефонмен. Марка автомобилі бөлімінен Mercedes-Benz таңдаймыз. Келесі ашылған бөлімнен керекті марканы таба алмағандықтан мен базовые датчики в автомобилях Mercedes-Benz деген бөлімді таңдадым. Ары қарай қозғаламыз. Жалғану процесі жүріп жатыр. Қосылып болғанша айта кететін мәселе, бұл көлік автоматты беріліс қорабында ақау болғандықтан келіп тұр. Соны тексеріп көрмекпіз. Неге жалғанды? Ошибка бөлімінен осы екі бағанды таңдаймыз. Ары қарай оқу батырмасын басамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай бойында сақталған ақаулардың тізімі шығып жатыр. Толық шықты. Ендігі мәселе. Біріншісінен бастап тексеріп көрейік. Біріншісіне кіріп қарайық. Бұл ақау нені білдіреді? По диагностике показывает ошибку F0715. Это означает, что нужно менять блок управления АКПП дейді. Яғни беріліс қорабының басқару блогын ауыстыру деген мағынаны білдіреді. Осы басқару блогының ақауынан беріліс қорабы дұрыс жұмыс жасамай тұр. Ары қарай тексеріп көрейік. Екінші ақау нені білдіретінін қараймыз. Датчик кислорода. Нагреватель датчика. Бұл жерде де мінеке сол автоматты беріліс қорабының басқару модуліне байланысты шығып тұрған ақау екенін айтып тұр. Толық ақпарат алу үшін осы сілтемелердің біріне өтіп көруге болады. Мысалы, мінеке бірінші сілтемеге өтіп көрейік. Нагреватель датчика кислорода 1, банк 2. Бұл лямбда зонд бауырлар. Лямбда зондтың ақауы көрсетіліп тұрған. Беріліс қорабының басқару блогы да осы ақауды көріп тұр. Сол себепті де ол дұрыс жасамауы мүмкін. Сол себепті осы дұрыс жасамауы мүмкін. Яғни лямбда зондтың ақауына да байланысты беріліс қорабы дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін деп тұр. Немесе беріліс қорабының басқару модулінің дұрыс жұмыс жасамағандықтан осы ақау көрсетуі мүмкін. В редких случаях неисправность модуля управления дейді. Ендігі мәселе ақауларды тазалап көрейік, кетіріп. Барлығы тазаланды. Ары қарай қарап көрейік. Көліктің оталуы қызуы қалай екен. Қозғалтқыштың, яғни мотордың жұмысы қалыпты. Бірақ беріліс қорабының ақауы кете қойған жоқ. Осы жерден датчиктердің жұмысын қарауға болады. Яғни құрылғылардың бойында. Осылай бауырлар, шамалы қызғаннан кейін, яғни оталғаннан кейін кетірген ақауларды қайта тексеріп көрдік. Тексеру процесі жүріп жатыр. Мінеке, әлгі ақаулар қайтадан шықты. Яғни бұл ақаулар кетпей тұр. Бұл нені білдіреді? Беріліс қорабының басқару модулін ауыстырып көру керек. Болмаса лямбда зондты ауыстырып көру керек. Бірінші лямбда зондты ауыстырып көрген дұрыс болар. Баға жағынан да кішкене басқару
модуліне қарағанда арзандау. Бірінші соны ауыстырып көрген дұрыс болар. Одан кетпесе басқару модулін ауыстырып көру керек. Осылай бауырлар, келесі видеоларда жолыққанша аман саулықта болайық. Барынша қолдап, лайк басып, тарата отырыңыздар. Алда тағы да жақсы видеолар шығады бұйырса.